Ана тілінің 32-ші сабағы әліпби. Сабақтың тақырыбы өрмекші құмырсқа және қарлығаш. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Көркем проза шебері, балалар әдебиетінің авторы Ыбырай Алтынсарин. Иә балалар, Ыбырай атамыз көптеген балаларға арналған өлеңдері, қысқа әңгімелері өте көп. Мысалы, әке мен бала, тек балалар оқылып, аяғынан ауырған жүрек, қара батыр ертегісі, өзен өрені, тағы басқалары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінді түсініп оқу, ауыстырылып берілген мәтін бөліктерін мұғалімнің көмегімен орынға қойып оқу, жазба жұмыстарын орындау. Мінекей балалар, өздерің көріп тұрғандай, қарлығаштың, өрмекшінің және құмырсқаның тіршіліктерін. Ендеше осы туралы видео көріп алайық. Жаңа сендер бейне жазбаны көрдіңдер. Енді біз осы мәтінді дұрыстап бөліктерін орнына қояйық. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: "Анау өрмекші не істеп жүр?" "Өрмек тоқып жүр." "Анау құмырсқаны көремісің?" "Иә, аузында нанның қоқымы бар." Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғары қарап, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар. Балалар, біз басы мен ортасын әңгіменің мәтінін оқыдық. Енді соңғы қорытынды бөлігі ол басында тұр екен. Сонда атасы: "Осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмысы жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен" деген. Балалар, сұрақты қояйық. Атасы баласынан не сұрады? Атасы баласынан өрмекшінің, құмырсқаның, қарлығаштың не істеп жүргенін сұрады. Бала оған не деп жауап берді? Бала өрмекшінің өрмек тоқып жүргенін, құмырсқаның нанның қоқымын өзінің илеуіне әкетіп бара жатқанын және қарлығаштың өз сары ауыз балапандарына деген шөбін апара жатқаны туралы айтып берді. Балалар, негізгі мәтіннің идеясы, яғни тақырыбы не екен? Балаларды жалпы еңбекке баулу екен. Сендердің еңбектерің ол оқу, жақсы оқу, сабақтан қалмау. Ендеше Айманғатай жазба жапын шала. Яғни бұл жерде екі баланы салыстырып тұр. Біреуі жақсы түсініп айталса, екіншісі сәл баяулау, қиынырақ болғанын байқауға болады. Енді оны өздерің сол дәптерге жазатын болыңдар. Келесі 3-ші жаттығуға назар аударайық. 3-ші жаттығуда суреттер қарап, әліпбиді қай кезде қолданатынын айт. Өзің мысал келтір. Әліппені бастаған кезде әліппенің сөздік дәптері болды. Ол сөздікте әліппенің ішінде қиын сөздер, яғни мағынасы қиындау сөздер кездескендіктен, біз әліпби арқылы осы кішкентай көмекшіміздің ішінен тауып алып оқыған болатынбыз. Ал кітапханада қандай нені қолдануға болады екен? Кітапханада да әліпбиді қолданып, кез келген кітабыңды әліпбидің ретімен атайтын болсаң,
сен сол кітабыңды жылдам тез тауып алады екенсің. Жұмыс дәптерінің 32-ші сабағы Т әрпін әдемі көркем жазу. Т әрпі өте сирек кездеседі. Мысалы, гауһар, жауһар десе, қаһарман дегенде ортасында, сөздің ортасында келіп тұр. Яғни дауыссыз дыбыс екен. Екінші жаттығуда сендер жаңағы жаңылтпашты кітапқа жазуға тырысыңдар балалар. Үшінші, кітаптың ұясын әліппе ретінде тауып меңзермен көрсет.